Мен қоғам белсендісі Дусекеева Жадырамын. Өзімді 174-ші қылмыстық баппен соттағанымен қоймай, қазір ұлым мен қызым арқылы маған қысым көрсетілуде. Жаңаөзен Каспий колледжінде оқитын Халиуллаева Бақтыгүл қызыма мектептің психологы Сән Амангелдіқызы мен Тұжы екеуі кабинетіне шақырып алып, сенің мамаң немен айналысады, біз сенің отбасың жайлы барлығын білеміз деп, сондай сұрақтар берген. Психолог тапсырма беріп, сен мына гүлді салып көрсет деп, сондай гүл салғызып, сен бізден бірдеңе жасырып отсың деп қызымды кінәлі қылған. Одан басқа Қарағанды қаласында жарқын болашақ бағдарламасымен оқып жатқан ұлым Халилла Рамазанның да бөлмесін полиция келіп тексерген. Мен бұның барлығын қысым деп есептеймін. Қарағанды теміржол колледжінің директоры Мағрупбек Бүйернұрды, Жаңаөзен Каспий колледжінің директоры Қалдаманов Исаханды, Каспий колледждің психологы Сән Амангелдіқызын, егер бір жағдай Халиуллаева Бақтыгүлге және де ұлым Халилла Рамазанға бірдеңе болып алатын жағдай болса, осы кісілерді кінәлі деп есептеймін.